Сәлем, құрметті достар. Бүгінгі видеода қартаюға әсер ететін топ 3 тағамдарды айтатын боламын. Бірінші ойыным ол қанттан жасалатын тағамдар: торт, печенье, тәттілер, жалпы тәттілер жатады. Ғалымдардың дерегінше ағзадағы бір минералдың жетіспеуінің өзі тәттіге деген құмарлықты арттырады. Осындай уақытта мамандар қант орнына одан да тәттірек, алайда зияны жоқ азықты қолданып көруге шақырады. Екінші топ өнімде ол колбаса және ет өнімдері. Колбаса және ветчина және тағы басқа сосиски магазинінен алып кесіп жей қоятын тағамдардың барлығы полуфабрикаттар. Ол адамның қартаюына әсер етеді. Адамның терісіне кері әсерін береді, қан айналымының жүйесіне әсерін береді және де асқазанға ауыр тиеді. Келесі ойыным ол үшінші ойыным: спиртті ішімдіктер. Ең зиян азықтың қатарындағы алкоголь тұр. Әжім, терінің құрғауы, бет терісінің қараюы бәрі ішімдікке деген құмарлықтың кесірінен болатынын дәлелдеген. Газдалған сусындарда жатады. Адам ағзасы алкогольді у ретінде қабылдайды және одан тез құтылуға тырысады. Спиртті ішімдіктер денсаулыққа кері әсерін тигізіп қана қоймай, теріні сақтап тұратын С, Е сияқты дәрумендерді жояды. Құрметті достар, каналыма тіркеліп лайк бас, комментарияға келесі қандай видео шығарайын сол туралы жазып кетіңіздер. Келесі видеоны мен комментариядан аламын. Келесі видеода бүйректі, қуықты қалай тазарту жолын айтамын. Сау болыңыздар.